Жайсаңтас деген жерінде отырғанбыз. Өзім сол Жайсаңтаста туылдым. Балдарым Шарап, Улам, Каман. 3 балам Жайсаңтаста туылды. Қайныларымыз бәрі сол Жайсаңтаста. Жайсаңтастан Тәжібаз деген жерде отырдық. Тәжібаздан Дыстан деген жерге көшіп келдік. Сол жерден 84 жылы Өзбекстанға көшіп келдік. Өзбекстанда 20 жыл отырдық. Бұл жерде Баян, Жәнібек деген 2 балалы болды. Қожайынымыз қайтыс болды. Онан балдар деген Астанаға істеп келді. Оны неге келдік? Ақтауға балдар кетті жұмыс істеуге. Ақтауда жұмыс істеуге, сол балдардың арқасымен Ақтауға көшіп келіп, 80 жылы келдік. 2002-де балдар келді. 2007-де өзім келдім. Сөйтіп Ақтауда жасап жатырмыз. Қазір Алматыда жүрмін. Қайнымның үйіне қыдырып келдім. Көшелері тамашалап жүрміз. Қасымда қайнымның баласы, өзімнің балам, келінім. Жерді тамашалап жүрміз. Басқа не айтамын? Басқаларын ұмытып қалған жоқ қой. Жетісайға қайтам, Шымкентке. Иә, Жетісайға барам, Шымкентке барам. Өзім 49 жылы туылғанмын. Сол балдар бәрі өсіп. Ажбажи деген жерде отырдық, содан деген Бордырақ деген жерге күйеуге шықтым. Қайнатам бар, қайненем сол. Біздің көзіміз егіз, тайыр, зайыр деген қайным үшеуміз. 3 апам бар еді. 3 апамның бір апам, бір қайынсіңлім қайтыс болды. Әзір бір апам бар, қайным бар. Ол қайным Шардарада. Ең кішкентай кенже қайным Алматыда, ол Алматыда. Өзбекстанға көшіп келгесін қайнымды өз қолымнан үйлендірдім. Үйлі жайлы алдым. Шүкір бір қызы бар. Солардың рахатын көріп жүре берсін. Басқа не айтам? Басқа бұзықтығын айтсам көп болып кетеді.